егер де балаңыз кәдімгідей суықтап, жөтеліп, мұрнынан су ағып, сөйтіп жатса, дәл осы әдісті қолдануға ұсынамын. Мынау кесенде тұрған адыраспанның қайнаған суы. Сол су суық болмау керек, қатты да ыстық болмау керек. Аяқты ыстықтау суға саламыз, аяқ күйіп қалмау керек. Менің 7 жасар қызым аяғын примерно 10 минуттай қойдым, соны сашықпен құрғатып алдым. Ары қарай таза мед бар ғой, қолдың таза балын аяғы қызуы кетпеген кезде жағып алдым. Аяғын жағып болғаннан соң, аяғына салафан кигізіп, орап қойсаңыздар болады. Дәл осылай орап қойсаңыздар болады. Немесе аяғын бір салафан кигізіп, нәскиін кигіздіріп қойсаңыздар да жақсы әсер етеді. Дәл осылай істеп, мен қызымның аяғын одеялмен орап тастадым. Кейін өзім кішкене жатқызып қойдым. Ал ем болсын.